corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Ал, мінекей руы жары Назар Шотан Әбішұлы Жұмабек. Менің нағаш атам. Менің тұлғамның қалыптасуына, балалық шағымның бақытты сәттеріне тірегі болған үлкен. Ауылға барып, ең бірінші рет есімде атқа мінгізген. Аттың құлағын кесті ғой. Сол кезде триком есімде, үстімде болған. Сол аттың үстіне мінгізіп, оның құлағын кеседі, ол қанайды, атта мен қолымдағы атта ұстатқызады да, аттың құлағына ұрғашы. Менің бірінші атым болды. Содан көбейіп кетті ғой. Жазғы каникулға келгенде мені үйден жетпеден алып кетеді. Біз Оралдан келеміз ғой, анам мен қарындасыммен. Сол кезде машинада айдап кетамыз Жаңаөзенге Жетібайға трассамен. Сол кезде айтамын ғой, нағашта, маған сотка алып берші. Маған, сотка деген не дейді. Мен Samsung Galaxy S сосын бәрін түсіндіремін ғой, короче. Үндемейді. Жолда кетеді. Үндемейді де сұрайды. Қанша тұрады дейді. Мен айтамын, білмеймін, 35 мың, сондай 25 мың, ол кезде үлкен ақша ғой дейді. Қашан 2012 ма, 2013 жылдары ма, сосын келесі күні барады тауып береді. Супаққа барып. Мінекей, осындай кісі болған атам. Тойларда билеп, аураса жас болды кәдімгідей. Ол да осындай жолды жақсы көрген, далада болған, жақсы көрген, үйде отыруды ұнатпаған. Бір мүмкіншілік пайда болса, тек малауға кете береді, тек малауға кетеді ол. Жатқан жерің жайлы болсын, нағаш атам. Жаның тыныштық тапсын. Тағы бір нәрсе есіме түсіп кетті. Кішкентай болғанда қарны нәм болды ғой нағаш атамның. Соның үстіне секрет дедім. 24 тамыздың 24-і қайтыс болды. Мен 27-сі туылдым ғой. Туған күнімнен 3 күн бұрын қайтыс болды ол. Мінекей. Осы қыздың сәйдегі да ол. Уақытша бар өте береді. Уақыт тоқтамайды. Бірдеңе бар болғанда тыңдамайсың. Күн түсінбейсің. Сосын ба түсіне бастайсың. Мынау бір адамның мәйіті екен, бір адамның әулиесі. Қызға берекет, адамға қанағат күллі бәле кеткей, туға жеткей, ниеттесең тілегіңді қабыл еткей, айдан аман ет, жылдан изен ет. Қыдырата жолдасың болсын, айналаң бәрі аман болсын, жүрген жерің той болсын, жүрген жерің тамақ болсын, аш болып қалма, жаным жолың болсын жортқанда. Қыдырата жолдасың болсын, аман жүр, қаяқта жүрсең де Аллах. Жан. Жұмыртқа қорып бердің? Жоқ. Мен арқама бірдеме шығып ауырып жүр. Ал мінекей. Мынау деген 342 деген жер, Жаңаөзен қаласында. Бұл мен үшін ерекше орын. Өйткені менің ең бақытты балалық кездерім, сәттерім осы үйде өтті. Қазір ол үй балабақша. Кезінде нағаш атам мен нағаш әжем сатып жүрген бұл жерде. Мен тек қана осылай сығалап қана қарай аламын. Мына жерде екінші қабатта зал, баспалдақпен көтерілесінде теледидар тұратын еді. Сояқта Cartoon Network, Jetix деген каналда қарайтын едім қырықта кезінде. Төменгі 4 терезе бар ғой, ол кіребері сасы үй. Сояқта тамақ ішетін едік. Мына жерде ағаш тұрды. Үстіне не салған үй ағашты алып тастады. Мына жерде бақша тұрды, қиярлар өсетін еді. Мына жерде ит болды. Мынау атамның гаражы болды. Бұрында атам осы жерлерде машина бәрін жөндейтін еді. Мына жерге де үй салып тастаған, мына жерге де үй салып тастаған. Бұның бәрі бұрында болмайтын еді. Қазір қызықта тек қана сығалап қарай аламын.
тек қана сағалап қарайлы. Ал Ақтау қаласы Адам олшалы. мынандай тұрғын үй кешені. Ана жерде теңіз, кішкенеден кейін көрсетемін. Уф, қандай әдемі. Және Ақтаудың бағалары Алматыға қарағанда мүлікті айтамын ғой, жалға сатып алуға 2-3 есе әрі кеткенде арзанырақ. Тура дәл сондай шартқа. Ал Ақтау қаласы кәдімгідей салып тастаған екен. Мегаполиске ұқсап кетті ғой. Каспийдің жағажайы. Анау амфитеатр. Не? Так. Ал қалайық, мен Каспийге келдім. Мынау жағажайы Напка. Пальмалар өсіп тұр. Теңіздің иісі шығады. Кәдімгідей тұзды судың, теңіздің иісі шығады, дымқылдықтың. Ана жерде балықшылар, балық аулап тұр. Әне, ана жерде кәдімгідей танкер жүріп. Әне көкжиекте. Не осындай chill vibe. Каспийдің құмы.